Баршаңызға сәлем достар, Ассалем арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видео рецептімізді осындай өте дәмді мини пиццалар әзірлейміз. Рецепті аяғына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз жұмсақ қылып қамырын илеп аламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында жарты литр айран керек болады. Және тұз саламыз. 100 мл сұйық май құямыз. Тұзды мен видеоға түсіруді ұмытып кетіптім. Жақсылап араластырып аламыз. Онды көз мөлшерімен алдым. Кішкене онды салып алғаннан кейін 1,5 чай қасық 10 қопсытқыш қосамыз, яғни разрыхлитель. Бастапқыда қасықтың көмегімен араластырамыз. Егер қасықпен араластырып, яғни солай илейтін болсақ, қамырымыз өте жұмсақ болады. Бізге сол жұмсақ қамыр керек. Мінекей илеп болдық. Енді қамырды бірден 12 бөлікке бөлеміз, яғни қамырды демалтырудың қажеті жоқ, өйткені өзі жұмсақ болғандықтан, құрамында 10 қопсытқышы болғандықтан тез көтеріледі. Осындай дөңгелек шариктар жасап аламыз. Пергамент қағазы төселген противеньға қамырларымызды орналастырып алдық. Енді екі қолымыздың көмегімен осылай жұқартып, жайып шығамыз кішкене. Енді кетчупымызды жағып аламыз. Бір келкі етіп, тегістеп жағып шығамыз. Ендігі кезекте ұсақтап 4 бұрыштап туралған қызанағымызды бетіне салып шығамыз. Ендігі кезекте колбаса немесе сосискімізді орналастырамыз. Және бетіне өкіштен өткізілген сырымызды жақсылап сеуіп шығамыз. Алдын ала 180 градус қызған пешке 25 минутқа салып аламыз. Өте дәмді, сондай қамыры жұмсақ, тез дайындалады, ашытқыны қажет етпейді, жақсы көтеріледі, жұмсақ. Осындай мини пиццаларымыз дайын болды, қыздар. Рецепт ұнаса, осылай жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, өз пікіріңізді жазып қойыңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақжарқын, сау болыңыздар.